Саламатсыз ба? Оксана, саламатсыз ба? Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Рахмет. Жақсы. Қуаныштымын. Өте жақсы. Бәрі жақсы. Қуаныштымын. Көңіл күйлеріңіз қалай? Оксана, көңіл күйіңіз қалай? Тамаша. Қуаныштымын. Жақсы. Қазір сіз қайдасыз? Үйдесіз бе? Оксана, сіз қазір үйдесіз бе? Қазір үйде. Үйдемін. Үйдемін. Жарайды. Так, Сауле, не жаңалық бар? Жаңалық жоқ, бірге күн ыстық, өте ыстық. Күн ыстық дейсіз, жарайды. Жақсы. Оксана, сізде жұмысыңызда қандай жаңалық бар? Бүгін бір сейчас так, господи. Ну, в общем, особых айтарлық жоқ. Ештеңе жоқ. Жұмысқа, да, жоқ. Жұмыста айтарлық ештеңе жоқ дейсіз. Қайталаңыз. Жұмысқа айтарлық ештеңе жоқ. Жарайды, жақсы. Ал жаңалықтарыңыз жоқ болса, онда сабаққа кірісейік. Менде де видео енді қосылды. Так, жарайды. Қазір 1 секунд. Так, мынау сөйлемдердің дұрыс аудармасын табайық. Бірінші сөйлемді Сауле оқыңыз, аударыңыз. Маған ұнайды, мне нравится. Жақсы. Келесі, Оксана. Саған ұнай ма? Тебе нравится? Тамаша. Саған көк түс ұнай ма? Тебе нравится синий цвет? Дұрыс. Спортпен айналысуды ұнатамын. Я люблю заниматься спортом. Ал сіз ше, Оксана, сіз спортпен айналысуды ұнатасыз ба? Жоқ. Неге? Уақытым жоқ. Уақытым жоқ дейсіз. Бірақ спортты сіз жақсы көресіз. Себебі сіз қыс бойы қызыңызбен коньки тептіңіз. Дұрыс па? Қыста коньки тебуді жақсы көремін. Тебуді жақсы көремін. Жарайды. Ал Сауле, сіз ше, спортпен айналысуды ұнатасыз ба? Маған спортпен айналысуды ұнайды. Маған спортпен айналысу ұнайды. Айналысу ұнайды. Жарайды, жақсы. Келесі сөз, Сауле. Маған көктем ұнайды. Мне нравится весна. Дұрыс. Я не очень люблю. Мен онша жақсы көрмеймін. Көрмеймін, жақсы, дұрыс. Ей нравятся светлые тона. Ол ашық түстерде ұнатады. Тамаша. Келесі. Так. Көруді ма? Дұрыс. Соңғы сөйлем, Сауле. Я не люблю зиму. Мен қысты жек көремін. Жек көремін дейсіз. Енді келесі мына берілген сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрақты Оксана, Саулеге бірінші сұрақты қойыңызшы. Сауле, сіз нені жақсы көресіз? Мен балмұздақты жақсы көремін. Тамаша, екінші сұрақ, Сауле, Оксанадан сұраңыз. Сен нені ұнатасың? Сіз нені ұнатасыз? Сіз нені ұнатасыз? Мен
Ну, мен коньки те буды унатамын. Ұнатамын, тамаша. Үшінші сұрақ, Оксана. Сізге қандай түс ұнайды? Маған ашық түс ұнайды. Тамаша. Келесі сұрақ, Сауле. Ну, выберите себе один вариант, да? Друг, подруга, муж, сосед. Сенің құрбың не жақсы көреді? Нені. Вот это слово хотелось править, я получилось. Нені жақсы көреді. Так, менің құрбым, что? Она, тамақ дайындауды жақсы көреді. Дайындауды жақсы көреді. Жақсы. Келесі сұрақ. Сенің күйеуінің не ұнайды? Күйеуіңе не ұнайды? Маған күйеу... Маған мне? Менің күйеуіме спортпен айналысу ұнайды. Ұнайды, жақсы. Сауле? Сізге қандай жыл мезгілі ұнайды? Маған қыс жыл мезгілі ұнайды. Можно без слова жил, просто қыс мезгілі ұнайды. Тамаша, переспросите этот вопрос у Сауле. Сауле, сен ше? Саған ше? Саған ше? Маған барлық жыл мезгілі ұнайды. Тамаша, өте жақсы. Так, ал енді үй тапсырмасына көшеді. Сіз тарпша сөйлеп үйренулі керек болады. Нужно говорить образцу с следующим коллегой. Итак, пожалуйста, вот представьте, что вы в магазине выбираете себе платье, блузку, юбку, ну или брюки. Так, кім бастайды? Сауле, сіз бастайсыз ба? Жоқ, Оксана, сіз бастайсыз ба? Сауле бастайды. Жарайды, Сауле, бастаңыз. Оксана, мына көйлекте қарашы, қандай әдемі? Я әдемі. Түсі тым ашық қой. Басқа көйлекте жоқ па? Басқа көйлек жоқ па? Мне жасыл түсі бар. Ал жасыл түсі ұнай ма? Я жасыл түсті ұнайды. Ұнатамын. Раз вы түсті использовали, да? Түсті ұнатамын. Ендеше сатып алайық. Ал мен мына сөмканы ұнатамын. Жоқ, ұнатамын, ну, в целом, да, и вот мне нравится так. Маған ұнап тұр, вот сейчас, в данный момент. Мына сөмке маған ұнап тұр. Ұнап тұр. Ал саған ше? Мен сумка. Мен мына туфли ұнайды. А вопрос был саған ше, да? Вот мне нравится эта сумка, а тебе? Вы должны сказать, да, мне нравится, оно подходит к твоему платью. Маған, да? Нет, маған, да, ұнайды. Маған да ұнайды.
неменде маған да. Мгм. Маған да ұнайды. Подходит к твоему платью. Так, ол көйлек К твоему көйлек платью. сенің Мгм. сенің көйлектің Көйлегіне. көйлегіне Мгм. подходит. Үйлеседі екен. Вот үйлеседі екен. Мгм. Да. Так, мына сумка, Сөмке. Мгм. мына сөмке сенің көйлегіне үйлеседі екен. Мгм. А, А что ты алуға купишь? алуға болады. Ал сен не сатып аласың? Мгм. Мен мына туфли сатып аламын. Вот мне нравятся эти туфли, как вы скажете? Маған мына туфли ұнайды. Унайда. Мгм. Так, я куплю эти туфли. Бұл мына туфли сатып аламын. Ну, можно, чтобы мына не повторять, осы, да, осы туфлиді сатып аламын. Қайталаңыз. Осы туфли сатып аламын. Осы туфлиді сатып аламын. Жақсы. Болсын, игілігіне ки. Мгм. Рахмет. Мгм. Жарайды, жақсы. Ну, в целом неплохо. Так, ал енді келесі пат бойынша сөйлеп үйренейік, да, представьте ситуацию, что вы говорите о подарках своим детям, да? Так, Оксана своей дочери, Сауле, вы своему сыну. Но прежде давайте прочитаем сам образец. Итак, бірінші Оксана, енді сұраңыз. Ертеңімнің туған еді. Қандай сыйлық алсам екен? Мгм. Ол нені жақсы көреді? Ол теннис ойнағанды жақсы көреді. Мгм. Ендеше ракетка сатып ал. Ал әпкеме не сыйлаймын? Мгм. Әпкеңнен туған күні ертең бе? Жоқ, бір аптадан кейін. Ал ол нені жақсы көреді? Ол музыка тыңдауды ұнатады. Мгм. Так. Ендеше жақсы плеер сыйла. Мгм. Жарайды. Ал енді сұхбатта өздері Сәуле, сіз ұлыңызға, Оксана, сіз қызыңызға қандай сыйлық сыйлайсыздар? Енді, Оксана, теперь вы начните. Ну вот завтра день рождения моей дочери, что мне подарить? Или скоро? Жақында? Дұрыс? Жақында қызымның туған күні еді. Қандай сыйлық алсам екен? Так. Ол нені жақсы көреді? Ол коньки тебеді жақсы көреді. Тебуді. Тебуді жақсы көреді. Так, оның коньки бар ма? Оның коньки бар ма? Бар ма? Оның коньки жоқ. Конькие, третье лицо, да? Оның рас конькие жоқ. Жоқ. Ендеше коньки сатып ал. Спасибо. Рахмет. Ал маған ұлыма сыйлық, қандай сыйлық алсам екен? Ал мен тогда ұлыма қандай сыйлық алсам екен? Ал ол нені жақсы көреді? Ол де спортпен... Ол слово твердое, Сауле. Ол да спортпен айналысуды
жақсы көреді. Так, қандай спортпен айналысуды жақсы көреді? Айналысуды жақсы көреді. Ол шаңғы тебуді жақсы көреді. Шаңғы, так, оның бар ма? Оның шаңғысы третье лицо, да? Оның шаңғысы бар ма? Бар ма? Я шаңғысы бар, бірақ шаңғы, так, как сказать, костюм. Так сказать, лыжный костюм. Костюм. Шаңғы костюм жоқ. Костюмы жоқ. Костюмы жоқ. Ну, ендеше костюм сатып алады керек. Алу керек. Сатып алу керек. Ендеше костюм сатып алу керек, иә. Жақсы, рахмет. Так, Сауле, ал костюм, шаңғышының костюмы қымбат тұрады ма? Қымбат па? Әртүрлі баға, да? Бағасы, да? Бағасы әртүрлі. Бағасы әртүрлі. Арзаннан қымбатқа дейін. Жарайды, жақсы. Ал Оксана, мен білмеймін, коньки қымбат тұра ма? Қанша тұрады? Ну, коньки, так, около примерно, сейчас, ну, так, 8.000 теңге тұрады. 8.000 теңге тұрады. Или, ну, если хотите сказать около, то можно сказать жуық, да? 8.000 теңгеге жуық тұрады. Қайталаңыз. 8.000 теңгеге жуық тұрады. Жарайды, жақсы. Тамаша. Жалға сабақ танса. Итак, бұл келесі ас мәзірі меню, тамақ, еда, блюдо, ұлттық тағам, национальное блюдо, сусын, напиток, жеміс-жидек, фрукты, көкөніс, овощи, ет, мясо, түшпара, пельмени, тапсырыс, заказ, ащы, горький, тәтті, сладкий, тұзды, тұзсыз, соленый, не соленый, дәмді, дәмсіз, вкусный, невкусный. Жеу, есть, кушать. И обратите внимание, что глагол жеу используется в том случае, когда мы едим что-то, ну, какое-то второе блюдо, да? То, что приходится жевать. Ішу, пить. Тамақтану, тамақ ішу – это есть, кушать или принимать пищу. Пісіру – варить, дайындау – готовить. И фраза «ас болсын» означает «кушайте на здоровье» или «приятного аппетита». Сөздерді Сауле қайталаңыз. Ас мәзірі, тамақ, ұлттық тағам, сусын, жеміс-жидек, көкөніс, ет, түшпара, тапсырыс, ащы, тәтті, тұзды, тұзсыз, дәмді, дәмсіз. Жеу, ішу, тамақтану, тамақ ішу, пісіру, дайындау, ас болсын. Жақсы. Оксана? Ас мәзірі, тамақ, ұлттық тағам, сусын, жеміс-жидек, көкөніс, ет, түшпара, тапсырыс, ащы, тәтті, тұзды, тұзсыз, дәмді, дәмсіз. Жеу, ішу, тамақтану, тамақ ішу, пісіру, дайындау, ас болсын. Ас болсын дейміз. Слово тәтті, сладкий. Қайталаңыз. Тәтті. Тәтті. Тәтті, тамаша. Жақсы. Так, ал енді осы сабақтың мәтінін қазір оқимыз. Бірінші мен оқимын, тыңдаңыздар. Жақында көктем мерекесі Наурыз мейрамы болды.
Біз 4 күн демалдық. Мереке күні үйге достарым келді. Мен наурыз көже дайындадым. Бауырсақ пісірдім. Мен қонақ күткенді, қазақтың ұлттық тағамдарын әзірлеуді жақсы көремін. Маған көктем мезгілі ұнайды. Мен дала гүлдерін ұнатамын. Так, ал енді келесі, Оксана, сіз оқыңыз. Жақында көктем мерекесі наурыз мейрамы болды. Біз 4 күн демалдық. Мереке күні үйге достарым келді. Мен наурыз көже дайындадым. Бауырсақ пісірдім. Мен қонақ күткенде қазақтың ұлттық тағамдарын әзірлеуді жақсы көремін. Маған көктем мезгілі ұнайды. Мен дала гүлдерін ұнатамын. Өте жақсы. Ал енді Сауле, оқыңыз. Жақында көктем мерекесі наурыз мейрамы болды. Біз 4 күн демалдық. Мереке күні үйге достарым келді. Мен наурыз көже дайындадым. Бауырсақ пісірдім. Мен қонақ күткенде қазақтың ұлттық тағамдарын әзірлеуді жақсы көремін. Маған көктем мезгілі ұнайды. Мен дала гүлдерін ұнатамын. Гүлдерін ұнатамын. Жарайды, жақсы. Ал енді мәтін бойынша жұмыс жасайық. Бірінші, осы мәтіннің ішіне сөз тіркестерін аудару керек. Итак, праздник весны қазақша қалай болады? Көктем мейрамы. Көктем мейрамы, дұрыс. Отдыхаем 4 дня. Вернее, отдыхали, кешіріңіз. Отдыхали. Так. 4 күн демалдық. Жақсы. Мне нравится весна. Маған көктем ұнайды. Жақсы. Так, Оксана, я люблю полевые цветы. Мен дала гүлдерін ұнатамын. Келесі, жарила бурки. Бауырсақ пісірдім. Жақсы. Приготовила наурыз көже. Наурыз көже дайындадым. Тамам, жақсы. Келесі, люблю принимать гостей, Сауле. Қонақ күткенде жақсы көремін. Жақсы, люблю готовить. Әзірлеуді жақсы көремін. Тамақ әзірлеуді жақсы көремін. Тамақ әзірлеуді жақсы көремін. Жақсы. И тіркесі пришли друзья. Друзья. Достар келді. Достар келді или достарым келді дейсіз. Жарайды. Енді әңгімені қостау керек. Нужно поддержать разговор. Бірінші, Оксана. Мейрам болды. Жақында наурыз мейрамы болды. Жақсы. Үйге кімдер келді? Жоқ, Оксана сұрайды, Сауле, сіз жауап бересіз. Үйге кімдер келді? Үйге достарым келді. Қандай ұлттық тағам дайындадың? Наурыз көже дайындадым. Жақсы. Сен нені жақсы көресің? Мен қонақ күткенде жақсы көремін. Жақсы. Саған қай мезгіл ұнайды? Маған көктем ұнайды. Маған көктем ұнайды. Дұрыс. Жақсы. Сурет төмендегі суретке қараңыздар. Сурет бойынша қысқаша 4-5 сөйлемнен тұратын әңгіме не сұхбат құрастырыңыздар. Тапсырма түсінікті ме? Түсінікті. Тамаша, онда тапсырманы чатта орындаңыздар.
Так. Недавно. Так. Так, дамде. Так, мен дамде тамах. Приготовила, Дайндаймын – это приготовлю. А Дайындадым, приготовила, дайндадым. Дұрыс. Так, жарайды. Сәуле, сіз не жазып жатырсыз? Жақында мейрам болды, оларға қонақтар келді. Қызы мен шешесі көп әртүрлі тамақ дайындады. Так. Тамаша. Так, қонақтар. Так. Сыйлықты принесли. Әкелді. Үшінші жақ дұрыс. Так, қонақтар сыйлық келді. Қызым. Так. Өте қонақтар қуанышты. Итак, Сәуле, аяқтадыңыз ба? Қазір. Так, Оксана, сіз ше аяқтадыңыз ба? Да, я. Так, қазір 1 секунд, мен ашайын. Так, туған күні бұл... Оқыңыз. Жақында қызымның туған күні болды. Үйімізде қонақтар келді. Минуточку енді, үйімізде ме, үйімізге ме? К нам домой. Үйімізге қонақтар келді дейсіз. Үйімізге қонақтар келді. Мен дәмде тамақтары дайындадым. Тамақтарды дайындадым, а можно вообще без окончания
В некотором случае окончание винительного мы пропускаем. Тамактары – это притяжательная форма, здесь нету для этого условия. Нету оның, да, или там названия какого-то, поэтому мен дәмді тамақтар дайындадым. Уймезге. Конак дайындадым. Конактар сыйлықты әкелді. Здесь тоже принцип тот же. Все правильно, ошибок нету. Единственное, вот это окончание винительного в некоторых случаях пропускаются, да? То есть мы имеем в виду, но не пишем. В этом случае мы тоже могли бы вы могли написать конактар сыйлык әкелді. И, кстати, в слове конактар первая буква К или К? С хвостиком. К, әрине. Конактар сыйлык әкелді. Қызым өте қуаныштыды. Қуанышты болды. Қуанышты вы образовали, да. Қуанышты болды. Или просто қуанды можно, обрадовалась. Қуанды. Қуанышты болды. Қуанышты болды или қуанды попроще. Так, жарайды. Так, енді Сәуле. Сізді тыңдаймыз. Жақында мейрам болды. Оларға қонақтар келді. Бір секунд, жақында. Так. Оларға қонақтар келді. Қызы мен шешесі көп әртүрлі табақ дайындады. Қызымен, кешіріңіз, қызымен. Қызымен. Қ. Да, я поняла. И потом қызымен пишется слитно или раздельно? Я думаю, что вместе. Вы имели в виду мама с дочкой, да? Да, мама с дочкой. Тогда надо было местами их поменять. Шешесі қызымен көп әртүрлі. А можно қызымен шешесі, дочь и мать приготовили разные. Пусть будет так. Кызы, и дочка и мама приготовили разные блюда. Дастарханда картопен үйрек, жидек жеміс, тәттелер тұрды. На столе стояли утка с картошкой, фрукты и сладости. Жақсы. Тогда олар конактармен әңгімелесті. Они беседовали с гостями. Общались. Әңгімелесті. Әңгімелесті. Ң второй звук. Әңгі, ң и әңгімелесті. Әңгімелесті. То есть здесь Е после Г, да? После Л Е. После Е. Әңгімелес. Да, и второй звук Ң, да, казахский Ң. Әңгімелесті. Сосын қызы мен напишите раздельно, тогда дочь с мамой, да, получится. Ага, я исправила там уже. И так. жақында. Жақын тоже исправила, сейчас вот здесь еще исправлю. Так. Кажется, вот так все исправила. Так, жақында. Қызы мен шешесі. Жарайды, жақсы, өте жақсы. Тамаша. Так, ал енді үй тапсырса. Сіздер үйде не істеулеріңіз керек? Біріншіден сұхбатты оқисыздар. Сұхбат бойынша тапсырмалайсыздар. Мынау мен сөйлемдерге дұрыс сөзді тауып жазу керек. Екінші тапсырма ол досыңызбен дәмханаға барғаныңыз туралы сұхбат құрастырыңыздар. Түсінікті ме? Надо составить диалог на тему с другом в кафе. Жақсы. Ал енді сабақтатын болса. Так, Сәуле, сіз нені жақсы көресіз? Мен балмұздақты жақсы көремін. Так, Оксана, сіз нені жақсы көресіз? Мен
Тұшпара жақсы көремін. Өте жақсы. Ал так, Сәуле, сіздің ұлыңызға не ұнайды? Ұлыма спортпен айналысу ұнайды. Оксана, сіздің қызыңызға не ұнайды? Қызым, так, қызыма математика ұнайды. Өте жақсы. Тағы? Тағы математика ұнайды. Еще кроме раз коньков. математика? Нет, кроме коньков, я хотела сказать, что... Конькиден басқа математика ұнайды. Қызға математика ұнаған өте қызық екен, тамаша, өте жақсы. Так, ал енді Сәуле, сіздің көршіңіз, так, нет, давайте, сіздің әпкеңіз нені ұнатады? Әпкеме, әпкем тегуде жақсы көремін. Ұнатады или жақсы көреді? Көремін, это я люблю, а жақсы көреді. Жақсы көру, ұнату одинаково, так что вы в ответе можете использовать глагол жақсы көру, можете ұнайды любой, главное, чтобы правильно. Так, жарайды. Ал енді Оксана, сіздің әріптесіңіз нені ұнатады? Так, әріптесіме. Әріптесіме. Так, что ей нравится-то? Білмеймін. Ну, пусть будет тамақ пісіру ұнайды. Ұнайды, там әріптесіме тамақ пісіру ұнайды дейсіз. Жарайды. Вот мы с вами научились правильно использовать глаголы ұнайды, ұнау, ұнату и жақсы көру, да? Жарайды. Ал енді сабақ бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Сұрағым жоқ. Сұрақтарыңыз жоқ болса, онда келесі кездескенше сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Кездескенше. Сау болыңыздар. Жақсы.